Мынау біздің мусор жәшіктер тұратын жер. Мында қарбыздың нелері жатыр. Бұны жейтін қойлар жоқ, білмеймін. Неге адамдар далаға мусор жәшікке салмай, өстіп сыртқа лақтырып кететіндерін. Жейтін кептерлері бар. Кептер бірақ қарбыз жемейді ғой. Осылай өзіміз қолдан мусордың көркін кетіреміз. Біз кептерлерге былай не қойды? Ит келді. Ит жемейді, кептерлерге бүйтті қазір. Сарала болып былай жатады. Негізінде бос жәшіктері бар салуға. Бірақ халықтар сыртқа тастайды. Бос екі жәшік бар. Бірақ айналасы мусорға толып отыр. Бос жәшікке салмайды. Сонша жерден келеді. Қасына келген кезде ерініп, лақтырып кете салады. Кептерлері таласып жеп қояды. Мен езіп тастадым. Кептерлер келіп жатыр. Мен әрірек кетсем, бұлар келеді қазір. Адамдар міне барлық нан қиқымдары өстіп мусордың айналасында жатады. Оны адамдар еңкейіп алмайды да, жоғарыға қоймайды да. Кептерлер жейін десе, наны жей алмайды, қатып қалған. Сондықтан өтініш адамдар, егер нанды тастайтын болсаңыздар, тым болмағанда оны турап тастаңыздар. Қарбызды қоқыс жәшікке салсаңыздар. Міне көркін кетіріп, әр жерде қарбыздар жатыр. Оның суы ағады, оны жемейді, сыртта өстіп домалап жатады. Нан бар, міне бұны адамдар тастады. Кептерлер алып шамасы келгенше жеді. Қалғаны былай шашылып жатыр. Жалпы біз жауапкершілікті біреуге артқанды жақсы көреміз. Тазалау ол дворниктің жұмысы, немесе кесканың жұмысы дейміз да. Соның жауапкершілігі ол, өзіміздің жауапкершілікті алып тастап, өстіп лақтырып кетеміз. Олар тазалайды, бірақ өзіміз лақтырып тастағасын осылай шашылып жатады. Үйіміз ғана таза болса болды. Үйіміздің алдындағы подъездіміз, мусор тұратын жер, оқ ағып жатса да бізге бәрібір.